Әскери коммунизм саясаты кезінде жүзеге асырылған шаралар. Азық-түлік салғырты. Ұлыбритания Ирландияның тәуелсіздігін ресми түрде мойындаған жыл. 1921. 1848-1849 жылғы Италия революциясының нәтижесі. Революция жеңіліспен аяқталды. ақш сайлаушылары Кореядағы соғысты тоқтады деп дауыс берген президент. Эйзенхауэр. Тәуелсіздік алу үшін 1 миллион азаматы құрбан болған Африкадағы араб елі. Алжир мемлекеті. Шығыс Пәкістандағы Авами Лиг партиясының талаптары қандай болды? Халық тұрмысын өзгерту, әскерилерді биліктен шектеу, провинцияға автономия беру. 1054 жылы христиан діні бөлінді: католиктік және православиелік. Рим империясындағы дағдарыс көрінісі. Құл еңбегінің төмен нәтижелі болуы, астық өнімі төмендеп сауданың бәсеңдеуі, саяси тұрақсыздықтың күшеюі. Моңғол мемлекетінің саяси құрылымы. Ұлы хан, құрылтай, дарғы бектер, тамғаш, басқақтар. Кеңес одағында тоталитарлық жүйенің орнауының белгілері қандай? Жазалау органдары құқықтарының кеңеюі, коммунистік партияның кеңестік органдардың жұмысына араласуы, жеке басқа табыну. Ресейдің 1853-1856 жылдары Қырым соғысында жеңілуінің себептері. Феодалдық крепостниктік жүйенің болуы, техника жағынан артта қалуы, дамыған теміржол жүйесінің болмауы. 1989-1991 жылдардағы демократиялық революциялардың нәтижесі қандай? Әкімшіл-әміршіл партиялардың үстемдігін құлатты, нарықтық қатынастарға жол ашты, демократиялық басқару жүйесін енгізді. Гректердегі сәулет өнерінің стилі. Коринфтік, дорилік, ионилік. Үндістандағы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі негізгі саяси партиялар. Мұсылман лигасы, Үнді ұлттық конгресі, коммунистік партия. Джон Кеннеди сыртқы саясатқа қандай өзгерістер енгізді? Куба дағдарысын реттеді, Латын Америкасы елдеріне жәрдемдесті, ядролық қаруларды сынауды тоқтатты.